Банк мама жабылып қалды. Мам, сен өзің есің дұрыс па? Қандай саяжай? Деп Айгүл телефонның ар жағында тоқтамай сөйлеп жатты. Жылдам тықпалап автоматтан оқ атқандай. Әдеттегідей. Айжан игілік терезенің сыртындағы қазанның сұрғылт көрінісіне қарамастан, қыңыр түрде бірнеше қызыл гүлін шығарып тұрған геранге үнсіз қарап отырды. Ішінде бір нәрсенің баяу, бірақ қайтымсыз үзіліп бара жатқанын сезді. Жіңішке, әбден тозған жіп сияқты. Мүмкін соңғысы да сол шығар. Өткен аптада театрға алған билетіміз күйіп кетті, себебі Коля тұмаулап қалды, ал сен саяжайға кетпекшісің. Мен енді жұмыстан шығып балалармен отырайын ба? Сен әже емессің бе, бұл сенің міндетің? Деді Айгүл. Есімде, Айгүл, деді Айжан жай ғана, герань жапырағын саусағымен сипап. Ол бәрін есінде сақтап жүрді. Тым жақсы есінде 20 жыл бұрынғы бір оқиғаны да ұмытпаған. Сол кезде ол түлектер кешіне бармаған, себебі кішкентай Айгүл шешекпен ауырған, ал күйеуі сапарда болған. 10 жыл бұрын ешкімге айтпай, анасының Александриті бар алтын сырғаларын ломбардқа өткізген. Сол ақшаға ұлы Жеңісқа беделді фирмадағы алғашқы сұхбатқа костюм алып берген. Бірақ Жеңіс 15 минуттан кейін қашып шыққан. Ауа тым ауыр, бұл мен үшін емес деп. Сырғалар қайтып алынбады, ал костюм әлі күнге дейін шкафтың ішінде мол жеп тозып жатыр. 3 жыл бұрын олар берік екеуі чемодандарын жинап Алматыға баруға дайындалып жатқан. Жолдаманы үйлену тойының мерей тойына сыйға алған еді. Бірақ сапардың алдындағы күні Айгүл жылап телефон соқты, ажыраспақ болған, балалармен қалу керек, қолдау қажет деді. Сен анасың ғой, ол әрдайым кіретін. Басқа адамдардың өміріне соншалық терең кіріп кеткені сонша, өз өміріне қайтып оралатын жол қалмағандай еді. Мам, бұл қиын ба? Тек демалыс күн ғана ғой. Біз Ербол екеуміз ресторанға барып келер едік, деді Айгүл. Айжан игілік күйеуіне қарады. Берік ас үй үстелінде үнсіз отырып, суып қалған шайын сүйікті жарықшағы бар кеседе араластырып отыр еді. Ол да күтті. Тағы да келісер ме екен деп. Бұл үнсіз ауыр сұрақ олардың арасында жылдар бойы ілініп тұрғандай. Айгүл, бізде әкең екеуміз жоспар құрғанбыз, деді Айжан өз даусына өзі таң қалып. Даусы бөтен адамдікіндей естілді. Телефонның ар жағында ауыр үнсіздік орнады. Тіпті ескі сағаттың тықылы естіліп тұрды. Сосын жарылыс, жоспар. Сендерде қандай жоспар болуы мүмкін? Екі грядка қазып, дымқыл жер иіскеп отыру ма? Анашым, сенің өзімшілдігіңді түсінбеймін. Мен бәрін отбасы үшін жасап жүрмін. Айжан телефонды өшіріп, экранды төмен қаратып қойды. Қайтадан айқайлап кететіндей қорықты. Берік оған қарады. Оның көзінде жеңіс те, қуаныш та жоқ еді. Тек шаршау мен үмітсіздік. Айжан, олар бізді сүйек саяғымызбен жұтып, түкіріп тастайды да кете береді, деді ол жай ғана. Келесі күні Жеңіс келді. Ол жай ғана кіріп келмеді, қолында тозған папкасы бар, көзі жанып тұрған адам сияқты пайда болды. Үстелге отырып, ескі клеенка үстіне мұжылған парақтарын жайды. Мам, пап, бұл бомба. Бұл жай бизнес емес, бұл жаңа әлем. Кофе, көлік, фудтрак, экология, стиль, жастар. Атын кофе-Эйнштейн қоямын. Айжан игілік үнсіз оған шай құйды. 2 қасық қант қосып, бала кезіндегідей. Ол мұндай бомбаларды талай көрген. Бәрі уақыт өте тек әңгіме болып қалған. Бұрындары Кипайдан әкелінген телефон қаптары да болған, кейін олардың бәрі бірақ болып шықты. Фермерлік өнімдерді жеткізетін инновациялық жоба да іске аспай қалды, себебі Жеңіс логистиканы мүлде ойластырмаған еді. Тіпті балконда Мадагаскардан әкелінген экзотикалық ұлуларды өсіру сияқты бір қызық істі де бастап көрді, кейін оларды жасырын түрде таныстарына таратып беруге тура келді. Барлық жобалардың соңы бірдей болды, қарыз және үнсіз, яң өтініш. Мам, жабу керек, соңғы рет көмектесші. Ал осы жаңа шындықтың бағасы қанша? Деді Берік терезеге қарап отырып, ұлына емес. Жеңіс сасқалақтап қалды. Оның бар ынтасы әкесінің салқын немқұрайлығына соғылып күйреп түсті. Бетінде түсінілмеген данышпанның ренішті кейіпі пайда болды. Басында инвестиция көп емес, 1300 керек. Бірақ ол жарты жылда қайтады.
Мен бәрін есептеп қойғанмын. Бұл жай кофе емес, бұл атмосфера. Смузи, детокс шоттар, веган маффиндер. Қазір адамдар соған есі кеткен. Жеңіс, бізде ондай ақша жоқ, деді әкесі көзін терезеден алмай. Қалайша жоқ? Деп ренжіді Жеңіс, 3 бөлмелі пәтерді кепілге қоюға болады ғой. Бұл біздің болашағымыз үшін. Игілік ұлын қарап тұрды. 32 жаста болса да, жүзі әлі бала сияқты, жұмсақ иек, еңбек ізі жоқ қолда. Ішінде бір ауыр ашу көтеріліп келе жатқандай болды. Ол терезеге жақындады. Сыртта бір сарғайған жапырақ желге қарсы әлі де жабысып тұр еді. Тіршіліктің соңғы күшіндей. Біз пәтерді кепілге қоймаймыз, Жеңіс, деді ол бұрылмай. Мам, сен де солай ма? Мен сенің ұлыңмын ғой. Мен демалысқа ақша сұрап тұрған жоқпын. Біз сенен ақшаға байланысты ешқашан үміт күтпейміз, деді берік салқын үнмен. Неге сенбейсіңдер маған? Деп айқайлады Жеңіс. Сіздер мені ешқашан қолдаған жоқсыздар, қолдаймыз, деді берік ашы күліп. Тек жарты жылдан кейін тағы 100 000 қарыз сұрайтыныңа сенеміз. Жеңіс есікті тарс жауып шығып кетті. Кешке Айгүл телефон соқты. Сендер не істедіңдер? Деді ол бірден. Денчіктің қанаты бар еді, сендер соны қидыңдар. Ол үшін бәрін құрбан етуге болар еді ғой. Сендер тек өздеріңді ойлайсыңдар. Осы сөз игіліктің ішінде қайта-қайта жаңғырып тұрды. Ол шаршап келіп тамақ істейді, өзін ойлайды. Түнге дейін киім үтіктейді, өзін ойлайды. Жәрдемақыдан ақша үнемдеп немересіне ойыншық алады, өзін ойлайды. Түнде ол ұзақ ұйықтай алмады. Берік қасында жатқанымен екеуі бейтаныс адамдарда еді. Есіңде ме, саябақтағы орындық? Деді ол ақырын. Есімде, деді Берік. Мен сол кезде үлкен үй, бала күлкісін қалаймын дегенмін ғой. Болды, деді ол күрсініп. Бірақ үй вокзал сияқты болып кетті. Барлығы бір нәрсе күтіп отыр. Келесі күні түскі үзілісте игілік вокзалдағы билет кассасына кірді. Қолдары сәл дірілдеп тұрды. 2 паспортты терезеден өткізді. Кассир әйел оған ұзақ қарап тұрды. Көзінде бір ерекше түсіністік бар еді, мұндай адамдарды күнде көретіндей. 55 жасқа орай ма? Деді ол жай ғана. Сол күні үйде капуста қосылған бәліштің иісі мен дәрінің ашы иісі араласып тұрған еді. Балалар келді. Айгүл қолында әдеттегідей солып бара жатқан астра гүлдерімен, ал 2 шулы немере бірден үйдің ішін жүгіріп кетті. Жеңіс те келді, қолында конфеттер қорабы бар, жүзінде кінәлі әрі үмітті кейіп. Мамашым, туған күнің құтты болсын, деп Айгүл көңілді дауыспен айтып, оның ұнтақталған бетіне сүйіп қойды. Ең бастысы денсаулық. Бізге немерелерге күш-қуат керек қой. Мам, мен бір ойлап көрдім, деп Жеңіс бірден сөзге араласты. Табақты, оливье салынған, шетке ысырып. 3 миллион көп екенін түсінем. Ал егер 150 болса ше? Мен серіктес табам, 50-де 50 жасаймыз. Бұл нағыз мүмкіндік. Игілік ханым олардың жүздеріне қарады. Соншалық таныс, соншалық сүйікті, бірақ сонымен бірге төзгісіз бөтен адамдар сияқты. Осы сәтте олар оны көріп тұрған жоқ еді. Олар оны функция ретінде көрді. Ешқашан істен шықпайтын ресурс сияқты. Ескі кеңестік зил тоңазытқышы секілді, гүлдейді, тарсылдайды. Бірақ әлі істеп тұр, тек оны әлдеқашан сау керек. Ол жай ғана орнынан тұрды да сервантқа жақындады. Шаң басқан әйнектің артында суреттер тұр еді. Мынау Айгүл 1-ші сыныпта үлкен бантиктермен. Мынау Жеңіс мектеп бітіру кешінде сол костюмен. Ол жәшіктен 2 билет шығарды. Көк, жылтыр 2 билет. Туған күнге рахмет, балалар, деді ол бір қалыпты, даусы мүлде дірілсіз. Бұл біздің әкең екеуміздің өзімізге жасаған сыйымыз. Ол билеттерді дастарханның дәл ортасына қойды. Астана Сарыағаш бағытындағы билет. Ертең біз 1 айға сол шипажайға кетеміз. 3 жыл бұрын бармаған жерімізге. Сәл кідіріп қалды. Ал содан кейін, деді ол терең дем алып, біз мына үлкен пәтерді сатамыз да, орман жақтан шағын 2 бөлмелі үй аламыз. Тыныш болсын, деп Айгүлдің күлкісі бірден жоғалды. Беті созылып кетті. Жеңіс қолындағы шанышқымен қатып қалды. Немерелер де тынышталып қалды. Бөлмедегі ауа бірден өзгерді.
Не дедіңіз? Сатасыздар ма? Деп Айгүл бірінші болып есін жиды. Ал біз ше? Жеңіс ше? Немерелер ше? Біз жексенбіде қайда келеміз? Игілік оның сұрақтарын елемеді. Ол алысқа өз болашағына қарап тұрғанда еді. Бұл біздің қауіпсіздік жастығымыз. Біздің сендердік емес. Сол сәтте бәрі жарылды. Эгоисттер. Сендер эгоистсіңдер. Деп Айгүл айқайлап тұрды, орнынан атып тұрып, орындық құлап кете жаздады. Өмір бойы тек өздеріңді ойладыңдар. Бізді тастап кете алмайсыңдар. Мама, сен шынымен бе? Деп Жеңіс абдырап қалды. Оның беті мүлде дәрменсіз еді. Мен сіздерге сендім ғой. Игілік ханым күйеуіне қарады, ал Берік жымиып тұр еді. Ұзақ жылдардан кейін алғаш рет шынайы жымиыс. Ол орнынан тұрып, оның қолынан ұстады. Қолы жылы, мықты еді. Игілік соған жабысып қалды. Банк жабылады, балалар, деді Берік сабырмен, бірақ даусында қаттылық пайда болды. Барлық жобалар тоқтайды. Тегін ресурс дәуірі бітті. Олар айқаймен, кінәлаумен үйден шығып кетті. Сатқындар, ұяттарыңыз қайда? Өмірімізді құрттыңдар. Таксиде отырып, терезеден таныс көшелер сырғып өтіп жатқанда, Игілік кенет жеңілдік сезінді. Ешқандай кінә жоқ. Ешқандай өкініш жоқ. Тек ауыр жүкті арқасынан түсіргендей жеңілдік. Ол Берікке қара. Біз шынымен эгоистпіз бе? Деді ол жай ғана. Иә, деді Берік оның қолын қысып. Ақыры. Енді кеш емес. Игілік ханым алғаш рет терең тыныс алды. Ауа салқын еді, бензин мен күздің иісі бар, бірақ бұл еркіндік ауасы еді. Оның өз ауасы. Және ол керемет еді.